Армысыздар, сіздермен бүгін қышқылдар, олардың жіктелуі және алу жолдарын өтетін боламыз. Ең алдымен қышқылдарға сипаттама беріп кететін болсақ, ең алдымен қышқылдар деген не ол? Қышқылдар дегеніміз бізде сутегі атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Сутегі атомын жазамыз. Сутегі атомы H және қышқыл қалдығы, кез келген қышқыл қалдығын аламыз. Хлор, сонда H хлор тұз қышқылы. Сондай-ақ H2SO4 сутегі атомы және қышқыл қалдығы. H2SO4 күкірт қышқылы. Ережемізді айттық, қышқылдар дегеніміз сутегі атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Енді қышқылдардың жіктелуі. Екі түрлі жіктелуі бар. Біріншісі құрамындағы оттек, қышқылдың құрамындағы оттекке байланысты оттекті және оттексіз болып бөлінеді қышқылдар. Екі бөліп қойайық. Бірінші осыған тоқталайық, екінші ары қарай екінші түріне жіктелуінің екінші түріне тоқтала жатамыз. Біріншісі құрамындағы оттектің бар және жоқ болуына байланысты қышқылдар екіге бөлінеді, оттекті және оттексіз қышқылдар болып. Бірінші оттексіз қышқылдарды жазып шығайық. Оттексіз деп тұрғаны, яғни құрамында оттек атомы жоқ қышқылдар. Мысалы, H хлор, тұз қышқылы. Тұз қышқылы деп аталады. Сол сияқты H бром, сутек. Соған құсаған, мысалы H йод сутек. Тағы да сол сияқты H фтор сутек. Көріп отқандарыңыздай, оттексіз деп аталуының себебі сутек атомы оттегі жоқ, сутек атом тек қана оттексіз атомдармен байланысты тұр. Хлор, бром, йод, фтор. Енді біз оттекті қышқылдарға тоқталатын боламыз. Оттекті қышқылдар бізде құрамында оттек атомы бар қышқылдар. Оттекті қышқылдар. Мысалы, оларға H2SO4 күкірт қышқылы, H3PO4 фосфор қышқылы, H2CO3 көмір қышқылы, солған құсаған HNO3 азот қышқылы. Сондай-ақ H2SO3 күкіртті қышқыл, H2NOH неде дұрыс емес болып қалды бізде. HNO2 азотты қышқыл. Енді оттекті қышқылдарға қарап отырсаңыздар, құрамында оттек атомы кездесетін қышқылдар. Сонымен қышқылдардың жіктелуінің бірінші түрі құрамындағы оттек атомының бар болуына және жоқ болуына байланысты қышқылдар екіге бөлінеді дедік. Біріншісі оттексіз және екіншісі оттекті. Енді қышқылдар жіктелуінің екінші түрі бар. Құрамындағы сутек атомдарының сандарына байланысты. Сіздер байқаған болсаңыздар, мұнда оттексіз қышқылдарда сутек атомдар барлығында кілең бір болып тұр. Ал оттекті атомдарда міне 2, кейбіреуінде 3, кейбіреулерінде 1 болып тұр. Соған байланысты енді жіктелуінің екінші түрі сутек атомына байланысты бізде қышқылдар 3-ге жіктелінеді. 1 негізді, 2 негізді және 3 негіз болып 3-ге жіктеледі. Енді 1 негізді деп қойық. 1 негізді.
бір негізді қышқыл дегеніміз ол сутек құрамында сутек атомы біреу ғана болып келетін қышқылдар. Мысалы H хлор, H бром, тағы сол сияқты қышқылдар жатады. Яғни сутек атомдар біреу. Енді атына назар аударайық. Не үшін бұл бір негізді қышқылдар деп аталады? Себебі мұндағы сутек атомы тек қана бір ғана негіздік топты, яғни гидроксил топты реакцияға түседі. Бір ғана гидроксил топпен реакцияға түседі. Мысалы, реакция теңдеуін жазып қарастыратын болсақ, H хлор плюс натрий OH тең натрий хлор плюс H2O. Көріп отқандарыңыздай, бізде сутек атомы тек қана бір OH тобымен ғана әрекеттес. Сондықтан бір негізді, тек қана бір OH тобымен. Енді екінші жіктелуінің түрі бар, екі негізді қышқылдар. Екі негізді қышқылдар. Екі негізді қышқылдарға сутек атомы екі болып келетін қышқылдар жатады. Мысалы, H2SO4, H2SO3, соған. Яғни сутек атомдар екеу. Енді не үшін екі негізді қышқылдар деп аталды бұлар? Себебі міне дәлелі, оның дәлелі мына жазып қойық. H2SO4 плюс натрий OH негіз бұл бізде тең болады натрий 2SO4 плюс 2H2O. Натрий OH-ның алдына 2 қоя саламыз. Сол кезде реакция теңеседі. Енді қарап тұрсаңыздар, екі сутек атомы бізде мінекей екі сутек атомы бізде екі болып тұр. Осы екі сутек атомы міне натрий OH-ның алдына 2 тұр, 2 OH топпен әрекеттесіп тұр. Яғни екі негізді өзі жолып кетіп тұр. Сондықтан бұл екі негізді деп аталады. Енді үшінші түр бар бізде, қышқылдардың жіктелуінің үш негізді деп аталады. Үш негізді. Өздеріңіз аңғарып тұрған шығарсыздар, үш негізді деп аталуының себебі сутек атомы үш негізді қышқылдарда үшеу болып келеді. Мысалы, H3 PO4. Соған ұқсаған. H3 бор O3. Енді не үшін үш негізді деп аталады? Енді соған тоқталсақ, тағы да реакция теңдеуін жазамыз. H3 PO4 плюс тағы да натрий OH тең болады натрий 3 PO4 плюс 3H2O. Натрий OH-ның алдына 3 қоямыз. Енді үш негізді деп аталуының себебі міне үш сутек атомы үш гидроксил топты жолып әкетіп тұр. Сондықтан үш негізді деп аталады. Енді тағы да қысқаша тоқталсақ, сипаттама беріп кеттік қышқылдарға. Қышқылдар дегеніміз сутек атомы және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Және жіктедік. Біз білетіндей не болып шықты? Қышқылдардың жіктелуінің екі түрі бар екен. Біріншісі құрамындағы оттек атомдардың кездесуіне байланысты оттексіз және оттекті деп бөлінеді екен. Оны да білдік. Сондай-ақ сутек атомдарының санына байланысты бір негізді, екі негізді, үш негізді деп бөлінетінін білдік. Және не үшін олар бір негізді және екі негізді, үш негізді деп аталуын мұны реакция теңдеулері арқылы дәлелдеп жазып көрсетіп білдік. Енді қышқылдардың алу жолына келетін болсақ, қышқылдардың алу жолының біз бүгін үш түрін қарастырып өтеміз. Соның ең біріншісі қышқылдық оксидке су қосамыз. Біз оксидтер тақырыбында өттік. Қышқылдық оксидтер мысалы жазып қоя салайық. Бірінші қышқылдық оксид плюс су тең өздеріңіз біліп тұрғандай қышқыл түзіледі. Қышқыл. Кез келген
қышқылдық оксидті аламыз. Мысалы SO3 күкірттің 6 валентті оксиді плюс су қосамыз H2O. Сонда бізде H2SO4 күкірт қышқылы түзіледі. Тағы да бір рет айтып өтейік, қышқылдық оксидке су қосқан кезде қышқыл түзіледі дедік. Міне формуласын жазып қойдық. Қышқылдық оксид плюс су тең қышқыл. Енді екінші алу жолы бар бізде. Тұзға концентрлі қышқыл қосамыз. Енді жазып қойдық. Тұз плюс концентрлі қышқыл. Концентрлі қазақша айтқан кезде қою. Концентрлі қышқыл. Концентрлі қышқыл тең қышқыл түзіледі. Енді осыны реакция теңдеуін жазатын болсақ, тұз аламыз. Мысалы, кез келген бір тұзды алып көрейік. Мысалы, калий NO3, калий нитраты плюс концентрлі қышқыл H2SO4. H2SO4 реакциядан кейін түзілетін өнімдер HNO3 азот қышқылы плюс натрий HSO4. Енді қайтадан бір тоқталайық. Біз қышқылдардың алу жолының екіншісі тұз плюс концентрлі қышқыл тең болады қышқыл. Міне тұз плюс концентрлі қышқыл H2SO4 концентрлі қасына кідік қойып концентрлі қышқыл тең жаңа қышқыл және жаңа тұз түзілді бізде. Түзілген қышқылымыздың аты азот қышқылы. Мінекей бізде жаңа түзілген қышқылымыз. Енді үшінші жолы бар бізде. Алу жолының ең оңай жолы сутек атомына бейметалдарды қосып аламыз. Сутек плюс бейметалды қосылық. Бейметал тең қышқыл. Сонымен сутекті аламыз. Сутек атомын H2 плюс кез келген бейметалды аламыз. Мысалы, хлорикін алайық. Сонда бізде H хлор түзіледі. Тұз қышқыл түзіледі. Алдына егіп қойымыз, реакция теңеседі. Сонымен қышқылдарының алу жолының үш түрін қарастырдық. Біріншісі қышқылдық оксидке су қосып қышқыл алдық. Екіншісі тұзға концентрлі қышқыл қосып қышқыл алдық. Үшіншісі сутек атомына бейметал қосып қышқыл алдық. Енді бүгінгі тақырыпты қысқаша сипаттасақ, бүгін біз қышқылдар тақырыбын өттік. Оған қысқаша анықтама бердік. Сондай-ақ жіктелуін қарастырдық. Жіктелуінің екі түрін қарастырдық. Анағарақ айтсақ, сонымен қатар алу жолдарына тоқталып өттік. Енді біз келесі сабақта қышқылдардың химиялық қасиетіне тоқталатын боламыз. Келесі сабақта жүздескенше аман сау болыңыздар.